армиядан қашуды насихаттайтын адамдар көп болып кетті, шындықты айтқанда. Оны мен сіздерге бір айтатыным, армия мемлекеттің тірегі. Енді сарбаздарды шақыру науқанында 7 жыл, 10 жыл бұрынғы бір солдаттың өлімін қайта-қайта береді. Кейбіреулер сайтқа салады. Енді науқан, міне әскер шақырып атқан кезде, тағы да басқа. Шындықты айтқанда, біз ойлануымыз керек, осы қазіргі турбуленттік заманда біздің жоғарғы бас қолбасшымыз айтты ғой да, осындай заманда өзіміздің әскерімізді қатты мынандай неге насихаттап, ертең жастарымыз ертең күн туғанда қолына найза алып шықпай қалмасын. Содан қорқайық, біз барлығымыз бірге өзіміздің әскеріміздің, мына қазақта айтады ғой, беті жамандығын жасырып демейік, бірақ біз ашық отырмыз, ашық. Бірақ жақсылығын да айтайық. Бүгінгі таңда менің тәрбиелеген сарбаздарымнан облыс әкімінің орынбасарлары бар. Біздің ата-бабаларымыз найзаның күшімен, білектің күшімен алды ғой. Сондықтан осыны сақтап қалуға біз бірге жұмыс істеуіміз керек. Ана Абай атамыздың биыл 180 жылдық деп айтып отырмыз ғой да. Абай атамыз айтады, біз қазақтар 24 сөзін мұқият оқыңызшы үйге барғанда. Сонда айтады, біз қазақтар бір-бірімізді аңдып, өсек айтып, бір-бірімізді жамандауды қашан қоямыз? Қашан біз басқа ұлттар сияқты бір-біріміздің мақтап, әскеріміздің өздеріңіз көріп алсыздар, қанша жарыстан біздің балалар жақсы орындар алып келіп жатыр. Оның барлығы әскердің жамандығында емес қой. Әскердің жақсылығы көп бүгінгі таңда істеп жатқан. Мысалы, су тасқынында кім бірінші болып халыққа келді? Әскер. Қандай да қиыншылық болса, сіз әскердің сізден қашқанын көрдіңіз бе? Сондықтан біз әскерімізді бүгінгі таңда ойлаймын, барлығымыз бірге жақсы насихаттайық.